YouTube'da көп адам видео салады. Бірақ неге кейбір каналдар өседі де, кейбіреуі өспейді? Неге кейбір видеолар бірден рейдке шығып кетеді де, ал кейбіреуі мүлде өтпейді? Шындықты айтайын ба? Мәселе көбінесе алгоритмде емес. Мәселе видеоны жүктеу тәсілінде. Көп адам видео жүктеген кезде өте үлкен қателер жасайды. Сол қателердің кесірінен қаралым азаяды, CTR түседі, рейдке шығу тоқтайды, тіпті каналдың сенім ұпайы да төмендейді. Бүгін осы видеода мен саған видео жүктегенде ең маңызды настройкаларды, YouTube алгоритмінің жұмыс істеу логикасын, CTR қалай тексерілетінін, қарсылас каналдардың аудиториясын қалай алуға болатынын, қауіпті настройкаларды, YouTube'тағы сенім дәрежесін, сенім бағалауын толық түсіндіріп беретін боламын. Бұл видеодан кейін YouTube'ға видео жүктеуге мүлде басқаша қарайсың. Көп адам білмейтін қауіпті настройка. Видео жүктеген кезде YouTube кейде сенен сұрайды: бұл видеода адамдарды алдайтын немесе шатастыратын жасанды интеллект контенті бар ма? Көп адам осы жерде шатасады. Тіпті кейбір блогерлер, YouTube блогерлер AI қолдансаң міндетті түрде yes деген нәрсені белгілеп қою керек дейді. Міне мына жерде қазір көрсетейін. Міне мына видеоның ішінде мына жерде сізде өзгертілген контент деген нәрсе бар. Осы жерде сізді жасанды интеллектті қолдансаң, осы жерге міндетті түрде yes дегенді қой деп айтып жүр. Бұл қате, өте үлкен қате. Қара, егер сен жасанды интеллект арқылы жай ғана контент жасасаң, проблема жоқ. Мысалы, жасанды интеллект арқылы қала суретін жасадың, немесе AI voice қолдандың. Бұл үшін yes деп қою, иә деп қою міндетті емес. Бірақ, егер сен адамдарды алдайтын контент жасасаң, онда yes қою керек. Мысалыға, Түркістан қаласында үлкен жарылыс болды деп жалған видео жасайтын болсаң, немесе бір саясаткердің бет-әлпетін алып, жасанды интеллект арқылы қойып, адамдарды шатастырсаң, сол кезде ғана yes дегенді, иә дегенді белгілейміз осы жерде. Өйткені YouTube'тың логикасы қарапайым. Сен адамдарды шатастырып жатсың ба, жоқ па, соны тексереді. Егер сен белгілемей қойсаң, ал оны YouTube өзі анықтаса, видео ғана емес, каналыңа да проблема болуы мүмкін. Екінші бөлім, YouTube'тағы ең underrated стратегия. Қазір айтайын. Өте күшті, бұл әдісті көп адам қолданбайды. Бірақ дұрыс қолдансаң, ұсынысқа, яғни рекке кетесің. Не істеу керек? Бірінші, өзіңнің нишаңдағы үлкен каналды тап. Мысалға, YouTube туралы контент түсіресің. Мысалға, мен YouTube туралы контент түсіремін. Сол бағыттағы блогерлерді, яғни YouTube каналдарды бақылаймын. Сосын қараймыз, олар қай күні видео салады және қай уақытта салады. Мысалға, жұма күні кешкі 6 деп есептейік. Енді сен не істейсің? Бірден YouTube студионы ашасың. Міне қазір сразу көрсетейін сіздерге. YouTube студионы ашасың. Яғни аналитикаға келесің. Аналитиканың ішінде сенің каналыңның несі бар? Мазмұны, мына жерде енді орысша аударып жатыр қазақшаға. Аудиторияңа қарайсың. Сенің аудиторияң қай уақытта активный, соған қарайсың. Мысалға, сіздің аудиторияңыз, мен мына жерде көрсетілген ба менікі? Әлі көрсетілмеген екен менде. Енді белгілі болады. Міне YouTube'та көрермендеріңіз белсенді болған кез. Міне осы жерге қарайсыз. Егер сенің аудиторияңда сенің қарсылас каналың видео салған уақытта активный болса, сен видеоңды сол уақытта немесе 30-60 минуттан кейін саласың. Неге? Өйткені YouTube'та сол аудитория дәл сол сәтте онлайн болады. Алгоритм сол аудиторияға ұқсас адамдарды іздейді. Сол кезде сенің видеоң қарсылас каналдардың қасында ұсынысқа, яғни рекомендацияға шыға бастайды. Бұл саған тегін реклама. Өте күшті нәрсе. Енді, неге кейбір видеолар қате аудиторияға кетеді деп жатамыз? Көп адам алгоритм мені өлтіріп жатыр дейді. Бірақ мәселе басқа. Мысалы, сен YouTube туралы видео түсірдің, бірақ кездейсоқ уақытта, кез келген уақытта, қалаған уақытта салдың. Бірақ кездейсоқ уақытта салғаның үшін, яғни дәл сол уақытта футбол видеолары трендте болуы мүмкін YouTube'та. Бүкіл адам футбол көріп отыруы мүмкін. YouTube не істейді? Саған ұқсас аудиторияны іздейді, таппайды бірақ. Барлығы футбол көріп жатыр өйткені. Сосын
сенің видеоңды қате тест аудиторияларға көрсетеді. Яғни YouTube футбол көріп отқан каналдарға ұсына бастайды сені. Олар баспайды сенің видеоңды. Не түседі енді бізде? CTR түседі. Көрсетілген кездегі адамдардың басу несі, проценті. CTR. Click through rate түседі. Ұсыныс тоқтайды, яғни рекомендацияға уже ары шықпайды сенің видеоң. Сол үшін уақыты өте маңызды видеода. YouTube'да видео салатын уақыт өте маңызды. Енді YouTube'да тағы да біз көбіміз біле бермейтін нәрсе, YouTube'да сенімділік бағасы бар. Яғни көп адам бұны біле бермейді. Бірақ әр каналдың ішінде өзінің жеке сенімдік бағасы болады. Яғни YouTube саған қаншалықты сенеді, не өсіреді. Мысалға, оны сенің бағаңды есептеу үшін мына нәрсе. Тұрақты видео саласың ба сен каналыңа? Сол. Екінші, бір уақытта, яғни күнделікті, мысалы аптасында бір уақытта салып отыра ма? Яғни соған қарайды. Үшінші, проблемасыз контент, яғни сенің контентіңде ешқандай проблема шықпау керек. Соған қарайды. Және ереже, YouTube'тың ережесі бұзылмау керек. Осы төрт нәрсеге қарай сенің сенімділік бағаң қойылады. Каналыңның сенімділік бағасы қойылады. Оны не түсіреді? Авторский право, бірінші, және YouTube'тың шарттары, алдамшы контент, және кез келген уақытта видео сала беру. Қалаған уақытыңда, яғни рандом түрде салу, видео салу. Осы нәрсе сенің сенімділік бағаңды түсіреді. Осыған мән бер. Мысалы, егер сен аптасына тұрақты түрде бір күн және бір уақытта видео салсаң, YouTube сені жақсы, яғни predictable creator деп көреді. Бұл алгоритмге жақсы сигнал. Видеоны бірден салуға болмайды. Мысалға деп көрсетейік, басқару панелі, контент, мазмұны. Мысалға, мына жерде видео салып атқан кезде, мысалға бір видеом қазір жоспарлы түрде тұр. Қазір енді 12 мамыр күні шығады бұл видео. Осы нәрсеге қарайды. Бірден видеоны салып тастама, жүктеп тастама. Мына жерде көріну деген нәрсе бар. Осыда сақтау немесе жариялау, мына жерде жоспар деген бар. Яғни алдын ала видеоңды салып қою. Ең аз дегенде видеоны 1-2 сағат бұрын жүктеп салып қой, жоспарлап қой. Мен мысалға алдын ала жоспарлап салып қоям. YouTube сол уақытта бұны не үшін істеуіміз керек? YouTube алдын ала сен видеоңды жоспарлап салып қойдың. Бірінші не тексереді? Копирайт тексереді. Яғни авторский право бар ма, жоқ па, оны тексереді. Реклама, егер монетизацияң ашылған болатын болса, рекламаның сәйкес келу, келмеуін соны тексереді. Және оптимизация жасайды. Анау видеоның качествосы бар ғой, HD, Super HD, Ultra HD деген сияқты 4K-ға шейін өзі оптимизация жасайды видеоңа. Және аудиторияның анализін жасайды. Одан кейін барып экранға сенің видеоң шығады. Яғни өз уақыты сағаты келген кезде баршаға ашық ретінде болады. Бұл өте маңызды нәрсе. Ең маңызды метрика бізде YouTube'да CTR. Ең маңызды нәрсеге келдік қазір. CTR. Яғни көрсетілген, сенің видеоңның көрсетілген адамның қаншасы үстінен басып сол видеоны көрді деген сөз. Егер алғашқы сағатта CTR 8%-дан төмен болса, яғни видео салған кезде алғашқы сағаттарында 8%-дан төмен болса, обложкаң немесе видеоның атауы жаман деген сөз. Тікелей мәселе сонда, сол проблема. Сол кезде сен обложкаңды ауыстыр бірден, немесе видеоның атауын екеуін де ауыстыр. Ештеңені күтпе, бірден ауыстыр. Бұл жұмыс жасайтын стратегия. Енді каналдың орташа CTR-ы қалай қаралады? YouTube-қа кіреміз, аналитикаға кіреміз. Аналитиканың ішінде, біз неге кіріп кеттік? Бір контенттің ішінде басқару панелі, аналитика. Аналитиканың ішінде контент. Контенттің ішінде, мысалға, барлығы немесе бейнелер. Міне, бейнелерді басқан кезде бізге CTR-ымыз шықты. 1,7. Енді бір контентімізді көрейік, ең соңғы салынған видеомыздың несін CTR-ын көрейік. Ол қанша екен? Аналитикасына барайық. Бұл жерде бізде CTR-ымыз 0,5, яғни төмен. Осы нәрсе жоғары болу керек. Менің каналым енді басталып атқан канал болғандықтан, енді жайлап өседі бұл нәрсе.
CTR, осы жердегі CTR мына CTR-дан жоғары болу керек. Сол кезде сенің видеоларың өтеді деген сөз. Яғни бұл жерде не төмен, видеоның мынаусы төмен болу себебі, мен мына жерде обложкаларды тест жасап жатырмын. Мына жерде 3 түрлі обложка салдым, оның қайсысы жақсы болады, одан кейін соны қоямын обложкаға. Енді әркімге әртүрлі обложка шығуы мүмкін. YouTube-тың тесті бұл. Осы нәрсе төмен болса, видеодағы CTR-ымыз төмен болатын болса, бұл деген сөз проблема. Бұл обложкада проблема деген сөз. Немесе тайтл қызық емес, яғни видеоның атауы қызық емес деген сөз. Басқалары басқысы келмейді, ал егер видеоң канал орташа CTR-дан жоғары болса, ол видео әдетте жақсы жүреді. Мысалға, мынау CTR-ымыз каналымыздың CTR-ынан жоғары болатын болса, видеоң жақсы жүріп жатыр деген сөзді береді. Енді YouTube-қа ұсынысқа шығу логикасы, яғни рекке шығудың логикасы. Көп адам ойлайды, алгоритм құпия. Жоқ, негізі қарапайым. YouTube екі нәрсеге қарайды. Адамдар баса ма, басқаннан кейін қарай ма? Болды. Осы негізгі логика осы. Сол үшін обложка, видеоның атауы, видеоны соңына шейін көруі, бұлар бәрінен маңызды. Ең 9-шы бөлім SEO, тег, сипаттама маңызды ма? Иә, маңызды, бірақ олар видеоңды рекке шығармайды. Олар тек YouTube-ға бұл видео не туралы екенін түсіндіріп береді. Ал видеоны өсіретін CTR, Retention, Audience Reaction. Яғни CTR көрген кездегі басу проценті, Retention басып кіргеннен кейін соңына дейін көру уақыты, және аудиторияның кері байланыс жасауы, лайк, комментарий, подписка, бөлісу деген нәрсе. Енді қорытындылайық, видеомыз ұзап кетті. YouTube-та видео салу жай ғана загрузка емес, яғни аплод емес. Бұл стратегия. Егер сен дұрыс уақыт таңдасаң, дұрыс аудитория тапсаң, CTR-ды бақылап отырсаң, обложканы жақсартсаң, және тұрақты түрде жұмыс істесең, қаралым міндетті түрде өседі. Ең бастысы, кез келген уақытта жүктеу жасама каналыңа, анализ жаса, YouTube студионы пайдалан, себебі өсу дәл осы жерде басталады. Енді пікірге жазамыз, сенің каналыңдағы қандай үлкен проблема бар? CTR ма, және retention ба, әлде ұсыныс па, яғни рек па? Келесі видеода кездескенше. Мәке блог YouTube-та дамудың жолын көрсететін арна.